Қазақ вальсінің королі. Осы үш қана сөз артында еліміздегі музыка мәдениетінің тұтас бір кезеңі жатыр. Әрине, ол туралы қысқа қайра салуға келмейді. Әнін халық айтып, ең жоғарғы сахналардан шырқалған республика әнұранының алғашқы жолы басталғаннан ақ музыкасы әр қазақстандықтың жүрегінен орын тапқан. Туа бітті талант Шәмші Қалдаяқов. Түркістан облысының Отырар ауданы. Осы ауылда музыкадағы дарын еңбекқор отбасында дүниеге келген. Ата-анасы ән салып, аспаптарда ойнап, білгенін балаларына үйреткен. Оның туған үйі жер бетінен әлде қашан жойылып кеткен. Бірақ облыстық әкімшілік ұрпағы және музыканттың шығармашылығымен енді танысып жүргендер оның тамыры қайда екенін білсін деп тарихи ғимаратты қалпына келтірген екен. Шәмшінің музейі кіретін мемориалдық кешен 2020 жылы композитордың 90 жылдығының құрметіне ашылған. Ол Руханият Әбу Насыр Әл-Фараби музейінің құрамына кіреді. Ғимаратты Шәмші Қалдаяқовпен араласып, дос болған адамдардың естеліктері мен суреттер қойынша қалпына келтірілген. Ішінде барынша музыканттың кезіндегідей қылып жасаған. Экспонаттардың 3/1 Шәмшіге тікелей қатысты. Заттарды өзі, отбасы мүшелері пайдаланған. Әрқайсысының өз тарихы бар. Шахматты оны бізге Тараздан сыйға тартты осы ашылуына орай. Ол Илья Ғажизов деген полковниктің үйінде тұрған екен, Таразда. Жамбыл облысында тұрған ғой, біраз жыл өмірін сол жақта өткізген. Сол жақта там салып, сол жақта қалмақшы болған. Там бітпей қалып, кейін басқа жаққа қоныс аударып кеткен ол кісі. Сол кезде ойнаған шахмат екен. Сол Шәмшінің өзінің ішінде қолтаңбасы бар, жаңағы өткізген полковниктің өзінің жазып берген Шәмші Қалдаяқовтың ойнаған шахматы деген. Сондай-ақ Тараздан музейге Шәмші ұстаған мүштік пен қаламсапты беріпті. Музыкалық аспаптар, мандолина мен пианинода композитор қолының табы бар. Ұлттық музей композитордың бас киімін сыйға тартыпты. Патефонда Қалдаяқовқа әкесінің бұйымы, ол үйінде семьясында сақталған. Оған Әлшер Смайылов деген осы Отырар ауданында колхоздың басшысы, сол кісі сыйға тартқан екен әкесіне. Халық та өте жақсы көреді. Қазақ бар жерде Шәмші ағаң бар ғой, бар уақытында. Райхан Қалдаяқова композитордың қарындасы, 5 баланың кенжесі. Жас кезінде Шәмші оны өз қолына алып кетіп, музыкант ағасының жанында, отбасында бой жетеді. Біздің анамыз ән салғанда, мынау қырда мал жайып жүргендер естеді екен. Ой, аты Сақып Жамал шешеміздің. Ой, шіркін, сақаң ән салып жатыр екен ау дейтін еді адамдар. Шәмшін сағынып, жаңағыдай неғанда ән айтатын да апамыз. Енді керемет айтатын ол кісі әнді. Ерте кетті, неден 49 жасында кетті. Енді содан ана сүтінен дарыған деп не қылады ғой енді ағана. Сонда жаңа ән айтуға көкем онша не қылмады. Неге екенін білмеймін. Или мына баласының қиыншылық осындай несімен өтетін енді ол кезде. Қанша дегенмен ол ән шыққанменен оны жарыққа шығару дегеннің өзі де бір қиын нәрсе болады екен ғой. Енді жаңағы есімізге түсіп қандай қиыншылықтарда, қандай тартыспенен бұның барлығы өмірге келетін енді түсіндік қой. Райхан апа композитордың отбасылық өмірі жайлы және кей әндерінің шығу тарихы туралы баяндайды. 50-ден астам жарық көрген әні халықтың жадында жатталып қалған. Осы өлгенше айтып кеткен, мен қандай перзентпін, мен кіммін өзім. Мен анама бұрыс топырақ сала алмадым. Әкемізге де солай болды. Әкемізге де жетіп үлгеріп хабар бармай, жетпей ол да топырақ сала алмады. Сонда ағаның ренжіп бір несі отырып үйде айтқаны бар. Қандай перзентпін мен, не анама, не әкеме бір осы топырақ сала алмадым. Болмаса көріп те қала алмадым деп. Айттым. Ана туралы жырды дедім. Тыңдасаңыз, ана туралы жыр дедім.
сол ана туралы өлеңнің ішінде Шәмшінің дедім ағаның барлық арманы, өмірі, өткені, кеткені, дедім, өзінің сүргені, барлығы сол әннің ішінде дедім. Анасының өз қолынан шығарып саған болса, ондай ән жүректен шығармайды. Сол ең ақырғы отырардағы тойды жазып, отырардағы тойды өткізуге барғанда үйден кеткен. Сол кезде уже аяқтары ісіп, жүрекке ісікке жақындай бастаған уақыт еді. Сол кездерде. Соны үйден кетті, алып кетті машинамен. Содан ары қарай Алматыға кетті, 2 айдың шамасында кетіп қалды ғой. Музейдегі қолжазбалар композитордың шығармашылығына бейжай қарамайтындарға Райхан Қалдаяқованың көзінің қарашығындай сақтап келген сыйы. Шәмшінің шығармашылық тағдыры қиын болған. Қазақстанның халық артисі атағына лайық болғанымен тек қайтыс боларының алдында бірақ алады. Халық мойындаған композитор кәсіби тұрғыдан танылуға жете алмай қояды. Консерваториялық білімінің болмауы кедергі келтірген. Елдегі нағыз халық композиторын сол күйі композиторлар одағына қосқан жоқ. Осының бәрі Мейірбек Қауымбаев басты рөлді ойнап шыққан «Ән аға» телесериалында көрсетілген. Жерлес болғасын ұқсайтын шығармыз, әйтмесе туыстығым жоқ. Бір топырақтан жаралғаннан кейін өзіміз Шәмшіні құлағымыз толғаннан бері Шәмшінің әнін тыңдап келе жатырмыз, суретін көріп келе жатырмыз. Мейірбек Қауымбаев халық аспаптар оркестрінің дирижері мамандығы бойынша білім алған. Отырар ауданының мәдениет сарайында директор болып жұмыс істейді. Сарай сахнасында актерлер труппасы кейде спектакльдер қояды. Бірде сонда Шәмшінің рөлін ойнайды. Телесериалға кастинг жарияланған кезде қатысып рөлге ие болады. Фильм шыққан соң актерлердің атына тағы бір есім қосыла бастапты. Қазір оған жолыққандардың бәрі Шәмші аға дейді. Мейірбек Қауымбаев мұны зор құрмет санайтынын айтады. Енді қаладағы жастардың арасында көп айтыла бермейтін шығар. Бірақ ауылдық жерлерде осындай біз сияқты орта жасқа жақындап қалған үлкендер барлығы да бұны тыңдайды, жастар да тыңдайды, ауылдың жастары да тыңдайды. Біздің де барлық тойларымыз Шәмшінің әнсіз өтпейді. Ұлжалғас Әбілхан мен Нұрсұлтан Жақсылық Отырар ауданындағы мәдениет сарайының музыканттары. Шәмшінің әндерін басқалардан гөрі жиі орындайтын музыканттар талантты жерлестерінің музыкасы тыңдағанды әсем күйге бөлеп, әлі шырқалатынын мақтан тұтады. Жағада тұрдың сен, жас еді күлкіңде, қайдасың бұл күнде, сені сеп арманым, сыр бойын шарлады. Шәмші Қалдаяқовтың музейі енді ғана ашылған, ұзақ жылдарға қалатын мәдени жоба. Сыр бойын шарлады. Шәмші тану деген әлі жоқ Қазақстанда. Шәмші тану, мысалы Абай тану, басқа ұлы тұлғаларды тану қалыптасса, ал Шәмші тану әлі қалыптасқан жоқ. Оның әлі зерттейтін Шәмшіні, әлі Шәмшінің қалған мұралары әр жерде шашылып жатыр. Одан жаңа әндерде шығуы мүмкін. Шәмшіге қатысты деректердің де әлі көбісі зерттелген жоқ. Жоба бойынша Шәмшінің музей үйі жергілікті жастар, дарынды құрметтеушілерге арналған алаң болуы тиіс. Ал кешендегі ескерткіші тұрған жердегі алаңда музыкалық фестивальдер мен концерттер өткізу жоспарланған. Жалпы өңір композитордың брендін дамыту жұмысын жалғастыруға ниетті. Облыс орталығындағы жаңа музыка мектебіне Шәмші Қалдаяқовтың есімі берілген. Түркістан, Шымкент, Алматы, Ақтөбе мен елордадағы көшелерге Шәмшінің есімі берілген. Дегенмен музыкантқа қойылған ең басты ескерткіш миллиондаған жүректі тербеп тұрған музыкасы.